Сәлем достар, сіздер Тілеумбет Динашнардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода дәл осы құрақ түрін құрайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 түсті мата, қайшы, сызғыш, мел және дәл осы деталіміз керек болады. Ол үшін жоғарыдағы сілтеме арқылы өтіп, детальды тура сол видеодағыдай сызып дайындап алыңыздар. Сол бірінші деталімізді жаңа видеода көргендеріңіздей әдемілеп үстіне қойып, биіктігімен осындай жолақты есептеп сызып қиып аламыз. Енді жаңағы деталімізді қоямыз да, мұны видеода көрсетіп тұрғандай, дәл осылай қалдықсыз қиюға тырысып, детальды жоғары төмен қою арқылы, мінекей бір-біріне. Жалпы 3D құрақтарын құрау үшін детальдар аса дәлділікті қажет етеді. Сондықтан қалай детальды дайындадыңыз, тура сонымен бірдей шығатындай етіп қиюға тырысыңыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осы жолақ бойына соңына дейін белгілеп сызып аламыз. Кейін әдемілеп қиып шығамыз. Мінекей осындай шеттерінен кішкене қалдық маталар қалатын болады. Сонымен достар, менің жасап жатқан жұмыстарым ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, жылы лебіздеріңізді білдіре отырсаңыздар, өте күшті шабыт беретін едіңіздер. Дәл осы құрақ түрі жастыққа да, көрпешеге де, үлкен покрывалаларға да өте жақсы келеді. Сондықтан өз көлемдеріңізге қарай осындай детальдарды көбірек қып дайындап алсаңыздар, өздеріңіздің уақыттарыңызды үнемдейтін боласыздар. Сонымен біздің бірінші деталіміз дайын болды. Осылай рет-ретімен жинап қойып қоямыз. Ендігі бізде екінші деталь. Дәл бірінші детальдегідей бәрін бірге бір қайталап шығамыз. Сонымен достар, біздің екінші деталімізде дайын болды. Ендігі бізде үшінші. Бұл жерде лента ағып кесіп алдық. Енді 3А деген тігісімен бірге дайындаған деталімізді қойып, бұл жерде ақ мелмен де көрінбейтін болғандықтан қаламмен сызып дайындап аламын. Мінекей бұл алдыңғы екі детальге қарағанда осы үшінші детальге тігіске көбірек кететін болғандықтан тігісті қосып деталь дайындайтын боламыз. Алдыңғы видеода менде комментарийда сұрақ болған екен, жауап бере кетейін. Осы үшінші детальді дайындаған кезде ол тең болмапты, ол тең болмайды. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай бір жақ шетін кішкене жұқалап қиямыз. Бірінші, екінші детальді қосып, үшінші деталіміз осы ромбикті қосқан кездегі шығатын фигурамыз тең болу үшін осы
бір жақ ромбиктің бір жақ шеті жұқалап қиылып алынып тасталады. Сонымен біздің барлық 3 деталіміз де дайын болды. Мінекей қалай құрастырылу жолын көрсетейін. Дәл осылай құрастыратын боламыз. Ендеше кеттік, құрастырып тігейік. Мінекей бірінші негізгі бірінші және екінші детальді бір-біріне қосып шығамыз. Мінекей сонымен бірінші, екінші деталімізді бір-біріне қосып алдық. Енді үшінші детальді бұлай қосатын боламыз. Ортасында мынандай тігіліп кеткен жер болса, бір петляға 5 миллиметрге ашық болу керек. Осы екі ортаны. Содан кейін мінекей ақшыл жағына, ромбик жағынан тігеміз. Келесі екінші деталімізге қосу үшін мінекей тағы да ортасын ашып, ерінбей осылай орталарын ашып бір келкі қылып тігуге тырысыңыздар. Міне дәл осылай барлық детальдарды қосып шығатым. Сонымен достар, міне негізгі детальдарымыз дайын болды. Енді осы негізгі детальдарды бір-біріне өзара қосып шығатын боламыз. Ол үшін бір-біріне беттестіргенде тігістер бір-біріне бетпе-бет тең жату керек. Мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай бірінші екі-екіден қосып аламыз. Кейін керекті көлемімізге байланысты екі-екіден қосылған детальдарды тағы да бір-біріне қоса отырып керекті көлемімізге дейін жеткіземіз. Мінекей менің 50-70 жастығыма осындай 4 детальдан қосылып отырды. Кейін осыны ұзыннан қосылған детальдарды
өзара қосатын боламыз. Жаңағы жолақ қып қосып алған детальдарымыздың енді біріктіретін боламыз. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай видеода ортасынан бастап қосылады бір-біріне. Сонымен жолақ қып қосып алған детальдарымызды өзара бір-біріне қосқан кезде тігістер бір-біріне бетпе-бет түсіп отырса, кейін толық қосылған құрағымыз әдемі шығатын болады. Детальдарды өзара қосу кезінде қандай да бір қосылған тігістер, мына екі тігісті көріп отырсыз ғой, бір түзу сызықтың бойына келген кезде құрағымыз әдемі шығатын болады. Сонымен бірге, достар, менің жұмысымды комментарийде бағалап, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, тіркелуді, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Сонымен әр детальді бұрыштарын бір-біріне қосу кезінде тігіліп өтіп кеткен тігістер болатын болса, кішкене бір 5 мм-ге сөгітіп отырсаңыздар, құрақтарыңыз тегіс түседі. Сонымен барлық детальдарды дәл осылай бір-біріне біріктіріп алатын боламыз. Мінекей, сонымен менің құрағым дайын болды. Дайын болған құрақты теріс жағынан әдемілеп бір басып үтіктеп шығатын боламыз. Кейін менің керекті жастығымның көлемінің үстіне қойып, дәл осы құрақты шет-шеттерін қию арқылы тегістейміз. Міне жоғары жағын тігістерінен сөгітіп алып, мінекей, тура осы детальдарды төменгі жағына қосу арқылы тегістейтін боламыз. Видеоға қарап отырыңыздар. Мінекей, әдемілеп, асықпай сөгітіп, енді мына ақшыл ромбек жағын қиып өтемін. Мінекей, осы қиылып түскен детальдарды әдемілеп әкеп төменгі жағына жалғайтын боламын. Міне, енді екі жақ шетін әдемілеп тегістеп аламыз да, жаңағы төменгі жағындағы детальдарды әдемілеп қосып шығамын. Мінекей, сонымен жастығымның бір беті дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.